Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың әдебиеттік оқу сабағы 90-шы сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 4-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Сабақтың тақырыбы отан. Отан сөзінің мағынасын сызбаға қарап айт. Отан біздің туған жеріміз, туып өскен жеріміз. Отан біздің тарихымыз, отбасымыз, дәстүріміз, ел, тіл, дін, халық осы отан сөзіне сыяды. Ендеше дәстүрімізді сақтауымыз міндетті. Халқымыз осы отанымызды құрметтеуге міндеттіміз. 1-ші тапсырмаға қарай, Жақан Смақов отан өлеңін мұқият тыңда. 19-шы аудио. Гүлдердің ертемен қауызын ашқанын, көктемнің көкпеңбек мөп-мөлдір аспанын, таулардың қол жетпес асқарын ұнатам бәрінде. Өйткені ол отан, ұлы отан. Бәрінде ұнатам. Өйткені ол отан, ұлы отан. Жақан Смақовтың өлеңі екен. Өлеңдегі тапсырмаға қарайық. Өлеңде туған жер табиғаты қалай сипатталған? Өлеңде туған жер табиғаты қауыз ашқан гүлдер, мөп-мөлдір аспан, асқар тау сөздері арқылы сипатталған екен. Ұлы отан деп неліктен айтылған? Себебі біз үшін туған жеріміз әрбір тасы ыстық, ұлы екен. Енді түсіндірме сөздікке қарайық. Қауыз бұл жерде гүл басының жұқа қабы, гүл жапырақшасы. Көкпеңбек ашық көк, тым көк дегенді білдіреді екен. Асқар бұл жерде таудың ұшар басы, шыңы екен. 2-ші тапсырма жұппен орындайық деп, берілген мақал-мәтелдерді сәйкестендір оқы. Отанды сүю отбасынан басталады. Отан оттан да ыстық. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Әркімнің өз жері жұмақ. Туған жердің ауасы да шипа. Міне мақал-мәтелдерді сәйкестендіріп шықтық. Бүгінгі оқыған отан өлеңімізге байланысты бірнеше отанға байланысты мақал-мәтелдер берген екен. Осы мақалдардың мағынасын мұқият түсініп аламыз. Яғни отанымызды сүю, құрметтеу отбасындағы тәрбиеден басталады екен. Ендеше отбасындағы адамдар бір-бірімен сыйласып, бір-бірін тыңдап, отбасындағы тәртіп бәрі жақсы болатын болса, отанымызды да сүю осы отбасымыздан басталады екен. Отан оттан да ыстық. Яғни бір жерге, алыс жерге кететін болсаң, өз отаныңды қатты сағынатын боласыздар. Ендеше оттан да ыстық деп айтады екен. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Яғни ормансыз бұлбұл, сайрамаған бұлбұлы болмаса, орман әдемі болмайды екен. Ендеше отансыз адам да сол ормансыз бұлбұлға тең екен. Әркімнің өз жері жұмақ. Яғни өз жеріміз өзімізге өте жайлы, керемет болып көрінеді екен. Туған жердің ауасы да шипа. Яғни туған жерді сағынып келіп, оның ауасымен демалатын болсақ, ол да біздің денсаулығымызға өз үлесін қосады екен. Гүл мен тауға қатысты атауларды топтастырыңдар дейді. Бұл жерде таулар Алтай, Алатау, Тянь-Шань. Ал гүлдер қызғалдақ, раушангүл, бәйшешек деген гүлдер бар. Ендеше бұл жерде бірден айырамыз таудың аттарын, себебі тауға қойылған аттар жалқы есімдер. Естеріңізде білесіздер ғой, жалқы есімдер адамның аттары, жер-судың аттары, қала аттары жалқы есім болып есептеледі. Ал қалған кіші әріппен жазылып тұрған сөздер, олар гүлдің атаулары. 3-ші тапсырма. Ақпаратпен танысып сұрақтарға жауап берейік. Жақан Смақов 1932-1975 жылдар өмір сүрген, Жаңарқа өңірінде дүниеге келген, белгілі балалар ақыны, сәбилерге сәлемдеме, қаз-қазбас, күлдірген, сылдырмақ, бағбақ, өлеңдер мен ертегілер және тағы басқа кітаптардың авторы екен. Жақан Смақов қай жерде дүниеге келген? Жақан Смақов Жаңарқа өңірінде дүниеге келген екен. Ақынның қандай кітаптары бар? Сәбилерге сәлемдеме, қаз-қазбас, күлдірген, сылдырмақ, бақ-бақ деген кітаптары бар екен.
Төртінші тапсырма: суретке зер сал, әр суретке ат қой дейді. Бірінші киелі өлке деп ат қоямыз. Екінші жұмбақ тас. Үшінші бас қала деп ат қояйық. Екінші тапсырма: бәрі де Қазақстанның жері ме? Қай жерлер екенін айт дейді. Бірінші сурет бізде киелі өлке, бұл Түркістанда, жұмбақ тасымыз Көкшетауда, ал бас қаламыз бұл Нұр-Сұлтанда. Қазақстанның басқа қандай көрікті жерлерін білесің дейді. Қазақстанның басқа да Алматы, Тараз қалаларында да мәдени мұраларымыз сақталған. Ол жерлерде де ерекше осындай мұраларымызды көруге болады. Төртінші тапсырма: өзің барып көрген жерлерің туралы әңгімелеп бер. Яғни мен Нұр-Сұлтан қаласына бардым, онда Бәйтерек монументін көрдім. Ол биік және өте әдемі, төбесінде үлкен алтын шар бар. Маған Бәйтерек ұнады деп өздеріңіздің барған қалаларыңыз туралы әңгімелеп бере қойыңыздар. Біреуіңіз Алматы қаласын айтуларыңыз мүмкін, немесе Шымкент қаласын айтуларыңыз мүмкін. Қай жері ұнады, соны айтып бере қойыңыздар. Құрметті оқырмандар, осымен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге бұл тапсырмалар түсінікті болды деп есептеймін. Отан туралы айттық, отан өлеңімен таныстық. Жақан Смақовтың отанымыз оттан да ыстық деген, отанымыз отбасынан басталады деген мақалдарды біздер мағыналарын аштық. Отан туралы мақалдарды жаттап алыңыздар, есте сақтаңыздар, және отанымыз туралы айтқан кезде осы мақалдардың біреуін болса да қолданып, өздеріңіз сөздеріңізді толықтыруды үйреніңіздер дегім келеді. Сіздерге бүгінгі сабақта көптеген мәліметтер берілді. Ендеше сол мәліметтерді өзіміздің өмірімізде пайдаланып, және сөздік қорымызды молайту үшін бірнеше мақалдарды жаттап, және өлеңдерді жаттап, өлеңдердің ішінде де негізгі ойларын есімізде сақтауға тырысуымыз қажет. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды бірге орындау түсінікті әрі ұнайтын болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, каналға тіркеліп, өз көмектеріңізді беріңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.